Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Қажылықтың 3-ші күні, Құрбан айт мерекесі. Қажылар Минада. Бұл күні таңда қажылар Муздалифадан Минаға келеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Адамдардан, бұл қай күн деп сұрады. Олар, құрбан шалатын күн деді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Адамдарға, бұл үлкен қажылық күні деді. Құрбан шалынатын күннің үлкен қажылық күні деп аталу себебі, қажылық амалдарының басым көпшілігі осы күні атқарылады. Бұл амалдардың қатарына Муздалифадағы торос, Ақаба жамаратына тас лақтыру, құрбан шалу, шаш қырқу не қысқарту, ифада тауабы және сағи кіреді. Сондай-ақ дәл осы күні қажылыққа бармаған мұсылмандар айт мейрамын тойлап шаттанады. Қажылықта жүрген мұсылмандар айт намазын оқымайды. Тас лақтыру. Муздалифадан Минаға келген қажылар Минаға заттарын қалдырып, тас лақтыру үшін жаяу, тәлбие айтып, жамаратқа жолға шығады. Бұл күні тасты бесін намазына дейін лақтыру сүннет. Мина мен жамараттың арасы шамамен 3 шақырым. Жолдың алыстығы мен күннің ыстығына байланысты қажылар жолға шықпастан бұрын өздерімен бірге ішетін су және қолшатыр, зонтик алғандары дұрыс. Жамаратқа келген соң тәлбие айтуды тоқтатады. Жамарат 3 діңгектен тұрады. Бірінші күні 3 діңгектің ішіндегі Ақаба жамаратына 7 тасты бір-бірден лақтырады. Әрбір тасты Аллаху Акбар деп лақтырады. Бұл күні алғашқы 2 жамаратқа тас лақтырмайды. Тас лақтырып болғаннан кейін қажылар ары қарай жамараттан Меккеге ифада тауабын жасауға барады. Тас лақтыру кезіндегі қателіктер. Ислам шариғаты бойынша қажылар тас лақтыруды Ибрахим пайғамбардан жеткен сүннет амалы ретінде ғана орындайды. Кейбір адамдар шынымен шайтандарға тас лақтырып жатырмыз деген ниетпен тасты бар күшімен лақтырады. Бұл дұрыс емес. Лақтыратын тастың көлемі бұршақтай ғана болуы керек. Үлкен тас немесе тас орнына аяқ киім, ағаш және басқа да заттарды лақтыруға болмайды. Бұл шектен шыққандық болып есептеледі. Мұсылман тасты лақтырған кезде абайлап, басқаларға зияны тимейтіндей лақтыру қажет. Лақтырған тастың діңгекке тиюі міндетті емес, тек қана шеңбердің ішіне түссе болғаны. Бірнеше тасты бірден лақтыруға болмайды. Егер бірнеше тасты бірден лақтырса, бір тас лақтырған болып есептеледі. Біреудің орнына тас атуға қатысты үкімдер. Ауру немесе тас атуға шамасы келмейтін адам міндетті түрде орнына біреуді тас атуға жіберуіне болады. Сонда біреудің орнына тас ататын адам алдымен өзі үшін, одан кейін басқа адам үшін тас лақтырады. Әр түрлі жағдайлармен әлсіреп, есінен танған немесе ауру адам тас ата алмаса және орнына тас ататын адам таппаса, тас ату міндеті мойнынан түседі. Хади малы. Хади қажылық кезінде харам территориясында құрбандыққа шалынатын мал. Қажы кісіге хади малын өз елінен жетектеп апару үкімі сүннет. Болмаса, өздерімен апармай Меккеде сатып алуларына да болады. Оған түйе, сиыр және қой малдары жатады. Бір адам бір қой шалады. 7 кісі қосылып, бір түйе немесе бір сиыр шалуларына болады. Хади малы Әл-Харам аймағында шалынуы шарт. Өйткені Әл-Харамнан басқа жерде шалынған мал хади малы болып саналмайды. Мал шалынатын ең абзал орын Мина. Жамаратқа тас атқан соң құрбандық шалына бастайды. Содан кейін шаш алдырып, жартылай ихрамнан шығып, қажылар ифада тауабын жасау үшін Меккеге барады. Құрбандық шалуға шамасы жетпеген адам қажылық кезінде 3 күн, еліне келгенде 7 күн ораза ұстайды. Қажылық кезіндегі оразаны ихрамға кіргеннен бастап құрбандық күніне дейін ұстайды. Құрбандық оқиғасы. Ибрахим пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын, Меккеге жасаған сапарларының бірінде адамзат тарихындағы аса бір ұлы оқиға жүзеге асты. Ибрахим пайғамбар қасиетті аймақта ұйықтап жатып аян алды.
түсінде өз баласын құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Ибрахим пайғамбар түсінің шындық екенін білетін, себебі пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: пайғамбарлардың түстері уахи. Әл-Бухари. Сондықтан Ибрахим пайғамбар еш ойланбастан осы бұйрықты орындауға кіріседі. Алла тағала бұл ұлы ғажап оқиғаны бізге өз кітабында былайша баян етеді. Баласы өзімен бірге әрекет етуге жеткен кезде ол: ей балақайым, мен түсімде сені құрбандыққа шалып жатқанымды көрдім, не ойлайсың? Деді. Сонда Исмаил: ей әкетайым, өзіңе бұйырылғанды орында, Алла қаласа мені сабырлылардан табасың, деді. Саффат сүресі 99-102 аяттар. Ибрахим пайғамбар Алланың бұйрығына бойұсынып, оның әмірін орындау үшін шыққанда, оған Жамарат әл-Ақабада шайтан кездесіп, бұл ойыннан қайтармақ болады. Ибрахим оны 7 тас лақтырып қуып жібереді. Ибрахим екінші жамырға жеткенде шайтан тағы алдынан шығады. Бұл жолы да Ибрахим оны 7 тас атып қуады. Ол үшінші жамырға жеткенде шайтан алдынан тағы шығады. Ибрахим оны тағы 7 тас лақтырып маңынан алыстайды. Осылайша Ибрахимді азғырмақ болған шайтанның ойы іске аспады. Сөйтіп, әке мен бала бұл бұйрықты орындауға шешім қабылдады. Исмаил әкесіне: ей әкетайым, егер мені бауыздамақ болсаң, жүзіме көзің түсіп, аяушылығың оянбау үшін маңдайымды төмен қарат, деді. Ибрахим солай істеді. Ол ұлын етбетінен жерге жатқызды. Өткір пышақты алып, оның алқымына қойды. Сөйтіп пышақты қатты басып кесті, бірақ пышақ өтпеді. Осылай әке бала екеуі Алла тағаланың әміріне түгелдей бойынсұнған кезде сынақ аяқталды. Олар Алланың әмірін орындауға барлық ынталарымен әрекет етті. Бұдан кейін сынақ қылуға қажеттілік жоқ еді. Өйткені мақсат қан төгу емес, олардың бойұсынуларын тексеру болатын. Бұл жайында Алла тағала Құранда былай деп айтқан: біз оған: ей Ибрахим, расында түсіңді шындыққа шығардың. Шын мәнінде игілік істеушілерді осылай сынаймыз, деп дауыстадық. Расында бұл бір анық сынау еді. Саффат сүресі 104-106 аяттар. Бұл тарихтағы ең үлкен сынақ болатын. Кім 86 жасқа келгенде көрген жалғыз ұлын ишара нұсқау арқылы құрбандыққа шалсын. Ал Ибрахим бүкіл әлемдердің Раббысына бойұсынып, мұндай қиын сынақтан абыроймен өтті. Ибрахим Исмаилды бауыздамақ боп пышақ өтпей жатқан аралықта ол бір дыбыс естіді. Бұрылып қараса, Жибрейіл екен. Онымен бірге көктен жәннаттан түсірілген қошқар бар еді. Алла: біз оны ұлы құрбандықпен ауыстырдық, деген. Саффат сүресі 107 аяттар. Ибн Аббас, Алла әкесі екеуіне разы болсын, ол жәннатта 40 көз бағылған, түсі ақ, көзі үлкен және мүйізді ірі бір қошқар еді, деп айтқан. Шаш алу. Құрбан шалынған соң немесе осы күнгі қажылықтың көп рәсімдері орындалса, шаш алуға рұқсат етіледі. Әйел адам шашын қысқартады. Омардан, Алла оған разы болсын, әйел кісі шашын қанша мөлшерде қысқартады деп сұрағанда, ол мұнша деп саусағының ұшын көрсеткен. Ихрамнан бірінші және екінші шығу. Шашын алдырғаннан кейін, ихрам кезінде тыйым салынған амалдардың ішінде жыныстық қатынастан басқаларын барлығын жасауға рұқсат етіледі. Бұны ихрамнан бірінші шығу деп атайды. Яғни шаш алдырып болғаннан кейін күнделікті киімдерін киюге, иіс сабын пайдалануға, тырнақтарын алуға болады. Ал парыз ифада тауабынан кейін жыныстық қатынасқа рұқсат етіледі. Мұны екінші не соңғы ихрамнан шығу деп атайды. Шаш алумен байланысты үкімдер. Бірінші, шаш алынатын орын әл-харам аумағы. Екінші, шаш алумен ихрамнан шығады. Үшінші, ер адам үшін шаштың 4-тен 1 бөлігін қысқартуы уәжіп. Төртінші, шашы өспейтін кісі басының үстінен ұстараны жүргізіп өтуі уәжіп. Бесінші, әйел кісі шашын қысқартады. Алтыншы, ихрам халінде өз шашын да
ихрамдағы өзге кісінің шашын да қырқуға болмайды. Шаш алуға байланысты хадистер. Я Алла тағалам, шаштарын алғандарды мейіріміңе бөле, деді олар сахабалар. Уа Алланың елшісі, шаштарын қысқартқандарды да, деді ол. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Я Алла тағалам, шаштарын алғандар мейіріміңе бөле, деді олар тағы. Уа Алланың елшісі, шаштарын қысқартқандарды да, деді ол оған. Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қысқартқандарды да, деді. Имам Әл-Бухари. Қажы кісі шашын қырғанда жерге түскен әр тал шашы оған қиямет күні нұр болады. Сахих Ибн Хибан. Осы хадистің негізінде Я Алла тағалам, міне менің кекілім, алынған әр тал шашым үшін қиямет күні нұр берші, я рақымдылардың рақымдысы, деп дұға тілеу жақсы амал. Ифада тауабы мен сағи жасау. Қажылықтың парыздарының бірі ифада тауабы. Онсыз қажылық дұрыс болмайды. Бұл тауафтың ифада деп аталу себебі адамдардың Минадан Меккеге қарай ағып келе жатқан көрінісімен байланысты. Ифада тауабының уақыты, ифада тауабы құрбан шалынатын күні Зүл-Хиджаның 10-шы күні таң атқанда басталады және одан кейінгі 2 күнге жалғасады. Тауафты осы 3 күнде жасау уәжіп, бірінші күні жасаған абзал. Жамараттар тас лақтырып болғаннан кейін қажылар Меккеге келіп ифада тауабын жасайды. Ифада тауабы басқа тауафтар сияқты Қағбаны 7 рет айналудан тұрады. Одан кейін 2 рекат тауаф намазын оқиды. Намаз оқыған соң Сафа мен Маруа төбелерінің арасында сағи жасайды. Сағи жасап болған соң Минаға барады. Алла тағала әр мұсылманның ниеті мен амалдарын қабыл етсін.